Қарағанды облысының білім басқармасы өркен мамандандырылған мектеп-интернаты коммуналдық мемлекеттік мекемесінің облыстық үздік дене шынықтыру мұғалімі 2022 байқауына қатысушы, дене шынықтыру пәні мұғалімі, әдіс бірлестік жетекшісі, педагог-модератор Ахметова Гүлмира Дайырханқызы. 1982 жылы 10 желтоқсанда Түркістан облысында дүниеге келдім. Бала күннен спортқа деген қызығушылығым артып, мектеп жасынан дзюдо, самбо күресімен айналыстым. Республикалық жарыстарға қатысып, жеңімпаз жүлдегер атандым. 2004 жылы Халықаралық Қазақ-Түрік университетін дене шынықтыру және спорт мамандығы бойынша тамамдадым. 2001-2003 жылдары арасында самбо күресінен Қазақстан Республикасының спорт шебері, Азия чемпионатының күміс жүлдегері атандым. 2004 жылдан бастап педагогикалық қызметім басталды. Еңбек өтілім 18 жыл. Отбасымда жолдасым 4 балам бар. Көп балалы анамын. Болашақ еліміздің туын желбірететін ұрпақ тәрбиелеп келемін. Өмірлік ұстанымым елге адал қызмет ету. Педагогикалық ұстанымым қандай жағдай болса да адамдық қасиетіңді жоғалтпа. Басты мақсатым оқушыларға салауатты өмір салтын үйрете отырып, еңбекке және шығармашылық қызметке дене даярлығын қамтамасыз етуге жағдай жасау. Менің зерттеп жүрген проблемам дене шынықтыру сабағында жаңа инновациялық технологияларды пайдалана отырып, оқушылардың пәнге деген қызығушылықтарын арттыру. Шешу жолдары жеке тұлғаның өзін қоршаған жансыз және жанды табиғи ортамен жан-жақты үйлесім тауып, өз ғұмырын отаны, елі, отбасы және өзі үшін барынша пайдалы өткізу дағдысын қалыптастыру. 2018 жылдары Жезқазған қаласында тоғызқұмалақ ойыннан Әлихан Байменов атындағы турнирін ұйымдастырдым. Оқушыларым жүлделі орындар алды. Қазіргі таңда жалғасын табуда. Әрбір ұстаз әр баланың талабын, оның ішкі жан дүниесін жүрегінен ұға алу керек. Дені сау шәкірт ел ертеңі. Қазіргі таңда оқушыларға ұлттық құндылықтарымызды жоғалтпау мақсатында қазақ күресінен үйірме жетекшілік етемін. Оқушыларым қалалық, облыстық мектеп лига жарыстарына қатысып, жеңімпаз жүлдегерлер атануда. Жаңа формация мұғалімі бұл пәндік білім жүйесінің іскерлік пен дағдының кез келген ғылыми білім сапасын меңгерген маман ғана емес, оқушылардың өмірге дағдыландыру құзырлығын айқындау бағытындағы әдіс тәсілдерімен қаруланған тұлға. Бүгінгі таңда бәсекеге қабілетті біліммен қоса спортты алып жүретін ұстаздарымыз да аз емес. Қалалық, облыстық, республикалық жарыстарға қатысып келеміз. Мұғалімдер арасында өтетін спартакиаданың жеңімпаз жүлдегеріміз. Мен республикалық фитнес-парк байқау жобасының қатысушысымын. Бұл жобада халыққа пайдалы тыныс алу жаттығуларын көпшілікке ұсындым. Қаламыздың халқының денсаулығы үшін пандемия кезінде тыныс алу жолдарын үйрету мақсатында Дидар телеарнасымен бірлесіп, халыққа пайдалы жаттығулар көрсетіп отырдым. Қазіргі өркениетке жеткізетін құрал тек қана білім.
яғни ертеңгі күннің бүгінгіден нұрлы болуына ықпал етіп, адам баласын алға жетелер құдіретті күштің бірі білім болса, оның діңгегінің мықты да сапалы болуы үшін жас ұрпаққа заманауи білім мен тәрбие беру қазіргі кезеңнің өзекті мәселесіне айналғаны ақиқат екендігі де менің жетістіктерімнен байқалады. Ұстаз болу, өз уақытыңды аямау, өзгенің уақытын аялау демекші, шәкірттерім үшін еңбегімді аямаймын.